Қазақстан Республикасы халқы негізінен ханафи мазхабының исламын, православтық христиан дінін және басқа да діни ағымдарды ұстанатын көп ұлтты мемлекет болып табылады. Бұл діндердің діни ілімдері Қазақстанда тұратын халықтардың қалыптасқан халықтық дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына қайшы келмейді. Олардың діни жораларының, дәстүрлерінің, өсиеттерінің ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптармен өзара байланысы Қазақстан халқы мәдениетінің берік рухани адамгершілік негізін құрайды. Біз 10 ғасыр бойы араб тоқымын пайдаландық. Ата-бабаларымыз қажылық жасап, бұл туралы әңгімелеп берді. Және халықтық әдет-ғұрыптарға ешқандай қайшылық болған жоқ. Мысалы, беташар рәсімі кезінде қалыңдық күйеуінің туыстары мен аға буынына құрмет көрсетіп тағзым етеді. Қарсыластар исламда Алладан басқа біреуге ғибадат етуге тыйым салынады дейді. Бірақ мұнда сіз мотивті қарауыңыз керек. Қалыңдық дұға ету үшін садақа жасайды. Жылу жинау дәстүрі, оған асар да кіреді. Бұл барлық жақындарыңыз мұқтаж адамдарға көмектескенде. Мысалы, егер біреу үй салса, немесе жер сілкінісі салдарынан тұрғын үй өртеніп кетсе, немесе қирап қалса. Христиандықта бұл мейірімділік деп аталады. Ең жоғары қайырымды адам. Исламда пайғамбар өзінің туыстарына барлық көмек көрсетті. Сондықтан жақын адамдарға көмектесу барлық діндер үшін қалыпты жағдай және мүдделер қақтығысы жоқ. Мерекелер бұл біздің дәстүрлеріміз бен мәдениетіміздің біріктіруші бөлігі. Наурызбен көрісу дәстүрін алайық. Қыстан кейін жайылымда кездесу. Қазір Наурыздың пұтқа табынушылық тамыры бар деп айту сәнге айналды. Бұл зороастризм мен күн табынуына табынудан басталды. Бірақ Наурыз енді діни мереке болып табылмайды. Бұл халық бірлігінің тағы бір күні деп айтуға болады. Барлық этностар өздерінің ұлттық киімдерін киіп, ән айтады, би билейді, көңіл көтереді. Шыровитиде ұқсас жағдай. Мерекелер дәстүрлер мен мәдениетте қалды. Оларда ешқандай діни рәсімдер болмайды, дұғалар оқылмайды. Бұл дін нормаларына қайшы келмейді. Исламға дейін біздің аумақтарымызда тәңіршілдік, буддизм, зороастризм сияқты ағымдар болған ұмытпау керек. Әртүрлі дін өкілдеріне деген толерантты көзқарас бізде генетикалық тұрғыдан қалыптасқан.